2022 жылы алимент төлемеген 11 борышкер қылмыстық іске тартылды. Бұл туралы Әділет департаментінің кеңейтілген алқа отырысында баяндалды. Қарағанды облыстық әділет департаменті құқық қорғау органдарымен бірлесіп 2022 жылы атқарылған жұмыстарды қорытындылады. Онда жеке сот орындаушылары еңбек ақыны өндіру туралы құжаттардың дұрыстығы және алимент мәселесі жан-жақты талқыланды. Жалпы айтқанда, жеке және сот орындаушылардың өндірісінде өткен жылы 19 миллиардқа астам сомаға 130 мыңнан астам атқарушылық құжаттар болған. Аса назар аударатын құжаттар ол еңбек ақыны өтеу болып табылады. Өткен жылы еңбек ақы өтеу бойынша 144 атқару өндірісі болған. Оның 59-сы атқару өндірісі жабылды және 133 миллионнан астам қаражат еңбек ақы өтелді. Өткен жылы борышкерлер қарызы 3 миллиардтан 1,8 миллиард теңгеге дейін төмендепті. Сондай-ақ алимент төлеуден қашып жүрген 11 адам қылмыстық жауапқа тартылды. Сонымен қатар проблемалық алименттердің саны 1200-ге дейін қысқарды. 11 алимент төлемейтін тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Өткен жылы 12 мыңнан астам азаматтарға тегін заң көмегі көрсетілді. Алдағы уақытта мамандар мұны кеңейтуді жоспарлап отыр. Жаннұр Сүндетоллақызы, Мұрат Төкенов, Назым Серік, Сарыарқа телеарнасы.